саламатсыздар ма? Біз бүгін Айлин және Балназым үшеуміз зерттеулік жұмыс жасаймыз. Зерттеулік жұмыс жасау үшін мен мынадай заттар дайындап қойдым. Қане айтыңдаршы балалар, не нәрсе? Сұйық май. Сұйық май. Не үшін керек сұйық май? Не істейді? Тамақ пісіреді. Сосын? Бауырсақ. Сосын? Шелпек пісіреді, иә? Мама үйде асханада қолданады. Ал енді қараңдаршы, ал мынау не нәрсе? Краска, иә? Гуаш бояуы, дұрыс. Сонымен балалар, біз бүгін сұйық май менен судың ерекшелігін тексереміз. Сұйық май жеңіл, ал су ауыр болады. Сұйық май мен суды қосқан кезде су төмен қарай кетіп қалады және майға араласпайды. Су мөлдір болғандықтан біз суды мынадай гуаш бояуға езіп бояп аламыз. Алдымен біз зертхананы бастамас бұрын біз бірінші стақанымызға сұйық майды құйып аламыз. Бұл сұйық май. Енді шприцқа жаңағы боялған суды жинап аламыз. Қане? Балназым сабын жина, мен көкті жинайын. Жинап жатыр ма, қане? Айлин, сен жасыл бояуды да жинап ала ғой шприцыңа. Жинап ала ғой. Тамаша, тарта бер. Болды. Енді осы бояуларды мына стақанға былайынан ұшын батырамыз да былай қосамыз. Айлин, сен де былайынан тамызамыз. Жібере бер. Қана Айлин қандай. Келесі жасылды қос. Моншақтар пайда болды, иә, түрлі түсті. Енді сарыңды қос. Айлин, бізге қызыл бояуынды бер жүрші сақанда. Енді сарыңды қос. Тартып ала қой сен. Тамаша. Енді қоса. Енді көкті тартып алып қоса ғой. Тамаша. Тартып алып көкті. Тамаша. Енді стақанға қоса ғой. Енді біз таяқшаны алып, араластырып көрейік, енді ұстай ғой. Түрлі түсті нелер жүр? Моншақтар жүр, е? Біріне бірі қосылды ма? Қосылмады, е? Өйткені май қандай? Май жеңіл, ал су ауыр, е? Мін астына, майдың астына қарай түсіп кетті моншақтар. Ұнады ма? Осындай жұмыс жасаған?